Әже, мен енді балаларымды қалай асыраймын? Таңғы салқын ауада әйелдің дірілдеген дауысы бүкіл көшені жаңғыртып жіберді. Екі кішкентай бала анасының етегіне тығылып қорыққаннан үнсіз жылап тұр. Ал дәл қарсында бір қолына таяғын сүйеп тұрған ақ жаулықты қария олардың жүзіне ұзақ қарап қалды. Ол бұл отбасын алғаш рет көріп тұрса да, жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Сол күні Әмина әже бір ауыз сөз айтып еді. Сол сөз кейін бүтін бір отбасының тағдырын өзгертетінін ол кезде ешкім білген жоқ. Күздің алғашқы айы еді. Ауылдың шетіндегі ескі саман үйде 70 жастағы Әмина әже жалғыз тұратын. Таң намазын оқып болған соң, ауладағы 2 сиыры мен бірнеше тауығына жем беріп, бақшасындағы көкөністерді суаратын. Жұпыны үй болғанымен іші таптаза. Қабырғаларында марқұм жарының және жалғыз ұлының суреттері ілулі тұратын. Кейде суреттерге ұзақ қарап отырып, жал мырза, сен кеткенде мен 40-қа енді келген келіншек едім. Енді міне, шашым аппақ болды, деп күрсінетін. Күйеуі ерте қайтыс болған. Жалғыз ұлы қалаға кетіп, құрмыс апатынан көз жұмғанына да 15 жылдан асыпты. Келіні басқа қалаға көшіп кеткен соң, немерелермен де байланыс үзілген. Әмина әже ешкімге өкпелемейтін. Алла әркімнің тағдырын өзі жазады деп жүре беретін. Көрші Биғайша күнде таңертең кіріп шығатын, бірақ оның әңгімесі көбіне өсек болатын. Әй, Әмина, естідің бе? Жалғасты кеше зауыттан шығарып жіберіпті. Қойшы. Енді жас әйелі Ботагөз екеуі 2 баламен не істейді екен? Қарыздары да көп дейді. Әмина үндемей қалды. Адамның басына не келмейді, Биғайша? Ертең біз де сондай күйге түсуіміз мүмкін. Сен де бәрін аяйсың. Қазіргі жастардың өздері кінәлі. Жоқ, аш адамды жазғырмайды. Биғайша басын шайқап шығып кетті. Ал ауылдың екінші шетінде жалғас танатпай есік алдында үнсіз отыр еді. Қолында жұмыстан босатылған туралы қағаз. 3 айдан бері зауыт қысқарып, ақыры оның да аты тізімге ілінген. Үйде 2 баласы, әйелі Ботагөз мектеп асханасында істейтін. Бірақ оның азғантай жалақысы несиден артылмайтын. Ботагөз есікті жайлап ашты. Шайың дайын. Жалғас үнсіз кірді. Не деді? Бітті. Ботагөз бәрін түсінді. Екеуі үнсіз қалды. Үнсіздік кейде ең ауыр жауап болатын. Кешке қарай үй иесі келді. Жалғас, тағы 1 ай күттім. 2 айдың ақшасы жиналып қалды. Менің де күтіп отырған адамдарым бар. Аға, тағы азда. Жоқ інім, 1 аптаның ішінде босатындар. Балалар бәрін естіп бірді. 6 жасар қызы анасына қарап. Анашым, біз далада тұрамыз ба? Деді. Ботагөз көз жасын тыя алмады. Келесі күні таңертең Ботагөз жұмысқа бара жатып ауыл шетіндегі аялдамада әлсіреп отырып қалды. Қолында бар болғаны 2000 теңге. Қалтасында дәрі алуға ақша жоқ. Балалардың сөмкесіне салатын тамақ та қалмаған. Сол сәтте ауыл дәрігері Клара тоқтап. Ботагөз, түрің не болып кеттен? Ештеңе. Жоқ, сенің қан қысымың түсіп кеттен. Клара сүй берді. Сәлден соң бәрін естіп қойды. Экономың шығаратындарын. Жалдастың жұмыссыз алғанын, балалардың аш жүргенін. Клара ауыр күрсінді. Сабыр ағаға айттыңдар ма? Ұялдық. Түс ауа ауыл мешітінің имамы Сабыр жағдайды естіп Жалғастың үйіне өзі келді. Балам, қиындық мәңгі тұрмайды. Жалғас басын төмен салды. Мен еркек бола тұра, отбасымды асырай алмай қалдым. Нағыз еркек ешқашан сүрінбейді емес. Сүрінсе де қайта тұра алады. Бірақ қайдан? Сабыр жауап бере алмады. Өйткені ауылда жұмыс жоқ еді. Сол күні кешке қарай Ботагөз балаларын жетектеп дүкенге барды. Нан алуға ақшасы жетпеді. Сатушы да қарызға бермеді. Балалардың көзіндегі мұңды көрген Әмина әже үнсіз ғана олардың артынан ерді. Үйіне келген соң дорбаға ұн, май, картоп, жұмыртқа, посап, сүт салып алды. Таяғына сүйеніп, Жалғастардың есігін қақты. Есікті ашқан Ботагөз таңырқап қалды. Әже, қызым, мен бай адам емеспін, бірақ жалғыз адамның несібесі 4-еуіне де жетеді. Ботагөз көзіне жас алды. Жоқ әже, алмаймыз. Үндеме. Әмрина дорбаны ішке қойды. Ертең сендер жақсы күнге жетесіңдер, ал бүгін балалар аш жатпасын.
Сол сәтте үйдің бұрышында отырған кішкентай ұл жүгіріп келіп, әжені құшақтай алды. Рахмет, әже. Әмина сол сәтте көз жасын әрең тежеді. Өйткені дәл осылай оны кезінде өзінің немересі құшақтайтын. Бірақ дәл сол түні ауылға күтпеген хабар тарады. Жалғас ауыр қарызға батып кеткен екен. Енді ертең таңертең банк қызметкерлері келіп, олардың үйіндегі бар мүлікті алып кетуге дайындалып жатқан көрінеді. Түн ортасында Жалғас үйден үнсіз шығып кетті. Ботакөз оның кеткенін сезбей қалды. Балаларын екі жағын алып жатқан келіншек шаршағаннан көзі ілініп кеткен еді. Ал Жалғас болса, қараңғы көшенің бойымен бас ауған жаққа жүре берді. Күзгі ызғар сүйектен өтіп барады. Ауылдың шетіндегі ескі көпірге жеткенде ол тоқтады. Төменде өзеннің қара суы баяу ағып жатты. Менен не пайда? Деді ол күбірлеп. Балаларыма әке бола алмадым, әйелімді қорғай алмадым, үйсіз қашалдырдым. Жалғас қалтасынан телефонын алып, Ботакөздің нөміріне қарады. Бірнеше рет қоңырау шалмақ болды, бірақ батылы жетпеді. Сосын кішкентай қызының суретін ашты. Суретте қызы күліп тұр еді. Әке, мен өскенде сізге үлкен үй алып берем, деген сөзі есіне түсті. Жалғас көзін жұмып, басын төмен салды. Дәл сол сәтте арт жағынан біреудің дауысы естілді. Балам, түн ішінде бұл жерде не істеп жүрсің? Жалғас жалт бұрылды. Бұл ауыл мешітінің имамы Сабыр еді. Сабыр аға, сені үйіңнен таппадым, Ботакөз жылап отыр. Жалғас үнсіз қалды. Сабыр оның жанына келіп, көпірдің жақтауына сүйенді. Кейде адам өзінің басындағы қиындықты таудан да биік көріп кетеді. Бірақ таң атқанда сол таудың артынан күн шығады. Менің таңым атпайтын сияқты аға. Олай деме. Ертең үйдегі заттарды алып кетеді. Бір аптадан кейін үйден қуылады. Жұмыс жоқ, балаларым аш. Мен не істеймін? Сабыр оның иығынан ұстады. Үйіңе қайт. Не үшін? Сенің орның өзеннің жағасында емес, бала-шағаңның жанында. Жалғас басын көтерді. Мен олардың көзіне қарай алмаймын. Ал олар сенсіз өмір сүре алмайды. Бұл сөз Жалғастың жүрегіне шаншудай қадалды. Ол үндемей Сабырдың соңынан ерді. Үйге кіргенде Ботакөз есік алдында отыр екен. Оны көрген бойда орнынан тұрып жүгіріп келді. Қайда кеттің? Неге үндемейсің? Бізді тастап кетпек болдың ба? Жоқ, өтірік айтпа. Ботакөз оның кеудесінен ұрып жіберді. Қиындық тек сенің басында ма? Мен ше, балалар ше, сен кетсең біз не істейміз? Жалғас әйелінің қолынан ұстап қалды. Кешір мені. Сен бізге ақшаң үшін емес, өзім үшін керексің. Ботакөз солқылдап жылап жіберді. Жалғас әйелінің құшағына басты. Екеуі үнсіз тұрды. Есіктің ар жағында оянып кеткен балалары қарап тұр еді. Кішкентай ұлы, әке, енді кетпейсіз бе деді. Жалғас тізерлеп отырып, баласын құшақтады. Ешқайда кетпеймін балам. Таң атпай ауылға қара көлік кірді. Көліктен екі ер адам түсті, қолдарында құжаттары бар. Биғайша көрші үйдің терезесінен бәрін бағалап тұрды. Ей, мынау расымен келді ғой, деді ол өз-өзіне. Көп ұзамай ауыл адамдары да жинала бастады. Қызметкерлер есікті қағып, Жалғас Тұрсынбекұлы осы үйде тұра ма деді. Менмін. Қарыз жөнінде бірнеше рет ескерту жіберілді. Төлем жасалмағандықтан кепілге қойған мүліктер тіркеледі. Ботакөз балаларын жанына жинап алды. Қызметкерлер үйге кіріп, теледидарды, тоңазытқышты, кір жуғыш машинаны тізімге енгізе бастады. Аға, балалар бар ғой, тоңазытқышты алмаңыздаршы, деді Ботакөз жалынған дауыспен. Біз тек міндетімізді орындаймыз. Сол кезде аулаға Әмина әже кірді. Тоқтаңдар. Бәрі қарияға қарады. Әмина таяғына сүйеніп, олардың алдына келді. Бұл үйде балалар тұрады. Қыстың алдында бар затын алып кетуге қалай дәттерің барады? Қызметкердің бірі сыпайы жауап берді. Әже, біз заң бойынша келдік. Заңның да жүрегі болуы керек, балам. Қарыз төленсе, заттар алынбайды. Қанша? Жалғас асығыс. Әже, араласпаңыз, бұл менің мәселем. Сен үндеме, балам. Қанша қарыз? Қызметкер қағазға қарады. Бүгінгі төлеммен бірге 380 мың теңге. Ауыл адамдары бір-біріне қарасты. Әмина әже де бір сәт үнсіз қалды. 380 мың теңге ол үшін өте үлкен ақша еді. Бүгін кешке дейін уақыт беріңдер, деді ол. Әже, мұндай шешімді біз қабылдай алмаймыз. Дәл сол сәтте аулаға ауыл әкімі Тұрсынбек келді. Мен кепіл боламын, кешке дейін күтіңіздер. Қызметкерлер біраз ақылдасып ақыры келісті. Сағат 6-ға дейін, төлем болмаса қайта келеміз. Олар көлікке отырып кетіп қалды. Жұрт тарай бастағанда Биғайша Әминаға жақындады. Сен не істемексің? 380 мың теңге аспаннан түсе ме? Адамның басына күн туғанда ақша емес, ниет керек. Ниетпен қарыз жабылмайды. Әмина оған көзін тіктеп қарады.
Кейде сенің тілін тасқа айналып кетеді биғайша. Мен шындықты айтып тұрмын. Шындықты мейірімсіз айтсаң, ол да пышақ болады. Биғайша қабағын түйіп, үйіне қарай кетіп қалды. Әмина өз үйіне келіп, ескі сандығын ашты. Сандықтың түбінде ақ матаға оралған кішкентай қобдиша бар еді. Ол қобдишаны ашқанда ішінен алтын білезік, сырға және жүзік шықты. Бұл әшекейлерді марқұм күйеуі үйлену тойында сыйлаған. Әмина білезікті алақанына салып ұзақ қарады. Шал мырза, кешір мені, бірақ бір отбасының шаңырағын сақтап қалу үшін сенің сыйлығыңды беруге тура келіп тұр. Оның көзіне жас толды. Қобдишаның түбінен тағы бір сарғайған хат шықты. Бұл 15 жыл бұрын қалаға кеткен немересінен келген соңғы хат еді. Әже, мен бір күні міндетті түрде сізді іздеп барам деп жазылған. Бірақ содан бері еш хабар болмаған. Әмина хатты кеудесіне басты. Бәлкім мен өз немерелерімді құша алмай өтетін шығармын. Ең болмаса біреудің балалары әкесі қалмасын. Әмина алтын аудан орталығындағы зергерге апармақ болды. Оны Клара көлігімен жеткізіп салды. Жол бойы дәрігер әжеге қайта-қайта қарады. Әмина апа, бұл әшекейлер сіздің жалғыз естелігіңіз ғой. Естеліктің қадірі адам тірі кезде ғана бар қарағым. Бәрін бере салмақсыз ба? Бір білезікті қалдырам деп едім, бірақ ақша жетпей қалса, оны да берем. Клараның көзіне жас келді. Сізде адамдар азайып барады. Әмина терезеден далаға қарады. Жақсылық жасаған адам азайған жоқ. Тек жақсылық үнсіз жасалады. Сондықтан оны көп адам көрмейді. Зергер әшекейлерді өлшеп, есептеп шықты. Барлығы 300 мың теңге болады. Әминаның өмі өзгеріп кетті. Тағы 80 мың жетпейді екен. Ол қолындағы соңғы білезікке қарады. Мынаны да қос. Клара оның қолын ұстап алды. Жоқ апа, қызым, уақыт жоқ. Қалғанын мен берем. Сенің де бала-шағаң бар. Менің айлығымнан жинаған ақшам бар. Әмина келіспей біраз отырды. Бірақ сағат тілі тоқтамай жылжып бара жатты. Ақыры Клара 80 мың теңгені қосты. Екеуі ауылға асығыс қайтты. Сағат 6-ға 5 минут қалғанда Қаракөл қайта келді. Жалғас ауылда тұр еді. Ол үмітін өсіп қойған. Қарыз жабылмады, солай ма? Деді қызметкер. Жалғас басын төмен салды. Дәл сол сәтте көше басынан Клараның көлігі көрінді. Әмина әже көліктен түсіп, қолындағы түбіртекті көтерді. Жабылды. Ауыл адамдары таң қалып қалды. Қызметкер түбіртекті тексеріп, басын изеді. Иә, төлем түскен. Жалғас сенер-сенбесін білмей Әминаға қарап тұрды. Әже, сіз мұны қалай? Оның саған керек жоқ. Алтындарыңызды саттыңыз ба? Әмина үндемеді. Жалғас оның бос қалған білегін көріп, бәрін түсінді. Ол тізерлеп отыра кетті. Мен сіздің алдыңызда өмір бойы қарыз болып қалдым. Әмина оның басынан сипады. Маған қарыз емессің. Балаларына жақсы әке бол. Әйелінді жылатпа. Еңбектен қашпа. Қайтарғың келсе, бір күні сен де қиналған адамға көмектес. Ботакөз Әминаның қолын ұстап жылаттырды. Біз сізге бөтенбіз ғой. Әмина оның жүзіне мейірлене қарады. Қиналған күні қасынан табылған адам бөтен болмайды, қызым. Кешке ауыл әкімі Тұрсынбек Жалғасты өзіне шақырды. Ауданнан жол жөндеу жұмысына адам іздеп жатыр. Жалақысы көп емес, бірақ тұрақақты. Жалғастың көзі жайнап кетті. Мен барам. Жұмыс ауыр. Қандай жұмыс болса да істеймін. Ертең таңғы 7-де әкімдік алдына кел. Жалғас орнынан тұрып. Рахмет аға. Маған емес, Әмина апаға рахмет айт. Сол кісі болмаса, сен бүгін шаңырағынан айырылып қалар едің. Сол түні Ботакөз балаларын алып Әминаның үйіне келді. Қолдарында шағын ғана нан мен бір құты сүт бар. Әже, сізбен бірге шай ішкіміз келді. Әмина қуанып дастархан жайды. Балалар оның екі жағына отырды. Кішкентай қыз Әминаның мойнынан құшақтап. Сіз біздің әжеміз боласыз ба? Деді. Әмина үнсіз қалды. Сосын баланың маңдайынан сүйіп. Болайын, айналайын. Сол сәтте оның жалғыз үйі алғаш рет балалардың күлкісіне толды. Әмина ас үйге кіріп көз жасын сүртті. Ол Аллаға іштей шүкір етті. Бәлкім өзінің туған немерелері табылмаған шығар. Бірақ тағдыр оған басқа немерелерді жібергендей еді. Алайда бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Ертеңіне таңертең биғайша ауыл адамдарына Әмина алтыннан ғана айырылған жоқ. Оның үйіне қатысты да бір құжатқа қол қойыпты, деп сыбырлай бастады. Бұл сөз кешке дейін бүкіл ауылға тарады.
Ал Әминаның үйіне келген Тұрсынбек әкім қолында бір бума қағаз ұстап тұр еді. Әмина апа, бұл құжатқа сіз шынымен қол қойдыңыз ба? Әмина қағазға қараған сәтте өңі қуарып кетті. Өйткені қағаздағы қолтаңба өзінікіне ұқсайтын. Бірақ ол мұндай құжатты өмірінде көрмеген еді. Мен бұл қағазға қол қойған жоқпын. Әмина әженің дауысы дірілдеп шықтықты. Тұрсынбек әкім қолындағы құжатты тағы бір рет мұқият қарап алды. Қағазда Әминаның үйі мен ауласын басқа адамның атына уақытша кепілге қою туралы келісім жазылған еді. Төменгі жағында қарияның аты-жөні, жеке куәлік деректері және қолтаңбасы тұр. Сырт көзге бәрі заңды көрінетін. Бірақ Әминаның өңі құп-қуы болып кеткен еді. Апа, асықпай ойланыңызшы, соңғы айларда біреу сізге қағаз әкеліп қол қойдырған жоқ па? Деді Тұрсынбек. Әмина қабырғаға сүйеніп отырды. Жоқ қарағым, мен үйімді ешкімге берген жоқпын. Бұл баспананы марқұмам екеуміз қолмен тұрғыздық. Осында ұлым өсті, осында келін түсірдім. Қалай ғана бөтенге бере саламын? Ботакөз әженің қасына келіп иығынан құшақтады. Әже, қорықпаңыз, біз бұны анықтаймыз. Жалғас үнсіз ғана құжатқа үңіліп тұрды. Оның жүрегін ауыр кінә сезімі қысып бара жатты. Бәрі бізге көмектесемін деп жүріп болған шығар. Ол Әминаның алтындарын сатып, өзінің қарызын жапқанын ойлағанда жаны күйзелетін. Енді әженің жалғыз үйіне де қауіп төнсе, мұны көтере алмайтынын сезді. Тұрсынбек аға, құжат кімнің атына рәсімделген? Деді ол. Әкім бір сәт бөгеліп қалды. Сабыр Мырғалиұлы деген адамның аты тұр. Бөлмеші тым-тырыс болып қалды. Сабыр аға ма? Деді Ботакөз сенбей. Мешіттегі Сабыр ма? Әмина әжеде антаң болды. Дәл сол сәтте есіктің сыртынан ыдыс сылдыр естілді. Биғайша терезе түбінде тыңдап тұрған екен. Аяғы тиіп кеткен шелекті көтере алмай абдырап қалды. Жалғас есікті ашып жіберді. Биғайша апа, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Ештеңе, Әминаның жағдайын білейін деп едім. Жағдайын білуге келдіңіз бе? Әлде елге таратуға жаңалық іздеп жүрсіз бе? Ей, маған дауыс көтерме. Мен сендерге жамандық ойлап жүрген жоқпын. Тұрсынбек қабағын түйді. Биғайша, бұл жай сөз емес. Бір адамның үйі туралы құжат тұр. Мұны ауылға таратпай, алдымен анықтау керек. Биғайша ренжіген кейіп танытып. Мен ештеңе айтқан жоқпын. Бірақ түтін шықса, от бар деген. Кейде түтінді адамдардың өзі шығарады, деді Әмина әже жай ғана. Бұл сөз Биғайшаның бетіне шапалақтай тиді. Ол үндеместен бұрылып кетіп қалды. Сабыр бұл кезде мешітте еді. Түс намазынан кейін Құран парақтарын реттеп отырған. Тұрсынбек, Жалғас пен Клара үшеуі кіргенде, олардың қабақтарына қарап бір жамандық болғанын бірден сезді. Не болды? Тұрсынбек құжатты оның алдына қойды. Мынаны көріңіз. Сабыр қағазды оқып шыққан сайын маңдайы қатпарлана түсті. Бұл не? Масқара. Құжатта Әмина апаның үйі сіздің атыңызға кепілге қойылған деп көрсетілген. Сабыр орнынан атып тұрды. Мен өмірімде Әмина апамен үй жайында сөйлескен емеспін. Қолтаңба сіздікі ме? Деп сұрады Жалғас. Сабыр төмен жақтағы жазуға үңілді. Жоқ, мына менің қолым емес. Бірақ аты жөніміз, жеке мәліметтеріміз дұрыс. Сабыр үнсіз қалды. Клара оның жүзіне қарап, біреу сіздің деректерімізді пайдаланған болуы мүмкін. Бірақ кім? Неге? Жалғас бірден айтты. Әминаның үйі ауыл шетінде болса да, үлкен жердің үстінде тұр. Соңғы кездері осы жақтан жол өтеді деген әңгіме шыққан. Тұрсынбек ауыр дем алды. Ауданнан жаңа тасжол жобасы қаралып жатыр. Егер мақұлданса, Әмина апаның жері қымбаттайды. Бәрі бір-біріне қарады. Енді бұл жай ғана жалған құжат емес еді. Біреу жалғыз әженің қарапайымдылығын пайдаланып, оның жеріне алдын ала қол салғысы келген. Кешке Әминаның үйінде бәрі қайта жиналды. Әже үнсіз отырып қалған. Әдетте дастархан жасап келген адамға шай ұсынатын қария бұл жолы тіпті самаурынға қарамады. Ботакөз оның қолын ұстады. Әже, уайымдамаңызшы. Уайымдамайын десем де, жүрегім тыныш емес қызым. Алтыннан айырылғаныма өкінбеймін. Бірақ мына үйден айырылсам, мен қайда барамын? Бізге келесіз, деді Ботакөз бірден. Әмина оған қарады. Сендердің өздерін жалдамалы үйде отырсыңдар ғой. Онда бәріміз бірге тұрамыз. Бір бөлме болса да, сізді далада қалдырмаймыз. Жалғас та басын изеді. Сіз біз үшін бар дүниеңізді бердіңіз. Енді кезек біздікі. Әминаның жанарына жас толды. Мен сендерге міндет арту үшін көмектеспедім. Біз де міндет үшін айтып тұрған жоқпыз, әже, деді Жалғас. Сіз бізді бөтенсітпедіңіз. Біз де сізді жалғыз қалдырмаймыз. Кішкентай қыз жүгіріп келіп, Әминаның тізесіне басын қойды. Әже, біздің үйге келіңіз. Мен сізбен бірге жатамын. Әмина баланың шашынан сипап отырып, көз жасын жасыра алмады. Айналайын. Сол түні Әмина ұйықтай алмады. Жалғыз бөлмеде қабырғадағы суреттерге қарап жатты. Марқұм күйеуі Жалмырзаның суреті оған үнсіз қарап тұрғандай. Сен барда, мен ештеңеден қорықпайтын едім, деді ол сыбырлап. Енді мына дүниеде
кімге сенерімді білмей қалдым. Кенет сырттан аяқ дыбысы естілді. Әмина орнынан баяу көтерілді. Терезеден қарағанда аулада бір қара көлеңке қозғалып жүреді. Біреу сарай жаққа барды. Сосын үйдің артқы жағындағы есікке жақындады. Әминаның жүрегі дүрсілдеп қоя берді. «Кім бар?» деп дауыстады ол. Сырттағы адам тоқтап қалды. Әже таяғын алып есікке қарай жүрді. Дәл сол кезде терезе әйнегі сынып, ішке тас ұшып түсті. Әмина шошып кейін шегінді. Тасқа қағаз оралған екен. Қария дірілдеген қолмен қағазды ашты. Онда бір ғана сөйлем жазылыпты. «Үйден өз еркімен кет. Әйтпесе өкінесі». Әминаның қолынан қағаз түсіп кетті. Ол есікке жетемін дегенде бас айналып еденге құлап түсті. Таңертең Клара әдеттегідей Әминаның қан қысымын тексеруге келді. Есік ашық тұр. «Әмина апа?» Жауап болмады. Клара үйге кіргенде әженің еденде жатқанын көріп шошып кетті. «Әмина апа, мені естисіз бе?» Ол бірден жедел жәрдем шақырып қан қысымын тексерді. Әминаның тамыры әлсіз соғып тұр еді. Клара сынық терезені, жерде жатқан тасты және қағазды көрді. Оның өңі өзгеріп кетті. Көп ұзамай Жалғаспен Ботакөз де жетті. Ботакөз Әминаны көргенде еңіреп жіберді. «Әже, көзіңізді ашыңызшы!» Клара оны сабырға шақырды. «Тыныштал, жүрегі соғып тұр, бірақ қатты шошынған». Жалғас едендегі қағазды алып оқыды. Оның көзі қанталап кетті. «Мұны кім істеді?» Тұрсынбек те келіп қалды. «Полиция шақырамыз. Полиция келгенше өзім табамын», деді Жалғас ашуға булығып. Сабыр оның жолын бөгеді. «Асығысты жасама. Ашумен істеген ісің кейін өзіңе зиян болады. Біреу жалғыз кемпірді қорқытып өлтіре жаздады. Сондықтан ақылмен қимылдау керек». Жалғас шыдырғын түйіп үнсіз қалды. Әминаны аудандық ауруханаға алып кетті. Ботакөз оның жанынан шықпады. Клара дәрігерлермен сөйлесіп болған соң, жүрек талмасына жақын жағдай болған. Қазір тыныштық керек деді. Ботакөз палатаға кіріп әженің қасына отырды. Әмина біраздан соң көзін ашты. «Балалар қайда?» «Үйде әже, жалғыз қарап отыр». «Қорыққан жоқ па?» «Жоқ, сізді сұрап жүр». Әмина әлсіз жымиып, «Мен оларға әже боламын деп едім. Өзім қорқытып қойған жоқпын ба?» Ботакөз оның қолын сүйді. «Сіз бізді қорқытқан жоқсыз. Сіз бізді аман алып қалдыңыз. Енді біз сізді қорғаймыз». Әмина ұзақ үнсіз жатты. Сосын сыбырлап, «Ботакөз, үйдегі сандықтың астында көк түсті ескі дәптер бар. Соны Жалғасқа бер». «Ол не дәптер?» «Үйдің тарихы жазылған. Құжаттардың көшірмесі де сонда. Марқұмым жерді қалай алғанын, кімдер куә болғанын түгел жазып кеткен». Ботакөз басын изеді. «Жақсы әже, бірақ дәптерді ешкімге көрсетпеңдер. Тек Тұрсынбек пен Сабыр көрсін». «Неге?» Әмина көзін жұмды. Өйткені бұл іске ауылдың ішінен біреу араласқан. Жалғас кешке Әминаның үйіне барып, көк дәптерді іздеді. Сандықты көтергенде астынан жұқа тақтай көрінді. Тақтайды ашса, ішінде бірнеше ескі құжат пен көк мұқабалы дәптер жатыр. Ол дәптерді алып, алғашқы бетін ашты. Онда Жалмырзаның қолмен: «Бұл жер бізге Сабырдың әкесі Нұрғали мен Тұрсынбектің әкесі Қали куә болған күні берілді», деп жазылыпты. Жалғас парақтарды асығыс ақтара бастады. Бір жерде басқа адамның аты бірнеше рет қайталанған екен. «Серікбай бұл жерді менен арзанға сырады, бермеуіме ренжіді». Келесі бетте: «Серікбайдың баласы бір күні бұл жер бәрібір біздікі болады» деп қорқытты. Жалғас тоқтап қалды. Серікбайдың баласы кім еді? Ол ауылдағы таныстарын ой елевінен өткізді. Сол сәтте сыртқы есік тарс жабылды. Үйге біреу кірді. Жалғас дәптерді кеудесіне қысып орнынан тұрды. Қараңғы дәлізден ер адамның дауысы естілді. «Сол дәптерді орнына қой, Жалғас». Жалғас дауыс иесін бірден таныды. Бұл ауылда ешкім күмәнданбаған адамның дауысы еді. «Сол дәптерді орнына қой, Жалғас». Қараңғы дәлізден шыққан ер адам есіктің алдына тоқтады. Жалғас көк дәптерді кеудесіне қысып үнсіз қарап тұрды. Терезеден түскен бозғылтай сәулесі әлгі адамның жүзін жарықтандырғанда ол еріксіз кейін шегінді. «Сіз бе? Бұл ауыл әкімі Тұрсынбек еді». Жалғастың жүрегі су ете қалды. Себебі осы уақытқа дейін Әмина әжеге көмектесіп жалған құжатты алғаш көрсеткенде осы адам болатын. «Тұрсынбек аға, мұнда не істеп жүрсіз? Дәптерді маған бер». «Неге? Саған түсіндірге уақытым жоқ». Тұрсынбек бір қадам алға басқанда Жалғас шегіне түсті. «Бұл дәптерде сіздің әкеңіздің аты жазылған. Жерді бергенде куә болған» дейді. «Иә, менің әкем куә болған. Онда неге қорқып тұрсыз?» Тұрсынбек жауап бермеді.
Жалғас оның жүзінен әлге бір ауыр сырды аңғарды. Әминаның үйін тартып алғысы келген адамды білесіз бе? Тұрсынбек төмен қарады. Білемін. Кім ол? Дәптерді берсең бәрін айтамын. Жоқ, алдымен айтыңыз. Сол кезде сыртқы есік тарс ашылып, үйге Сабыр мен Биғайша кірді. Биғайшаның өңі бозарып кеткен, ал Сабырдың қолында телефон бар еді. Ешкім ешқайда кетпейді, деді ол байсалды дауыспен. Полиция жолда келе жатыр. Тұрсынбек антаң болып, Сабыр, сен мұнда қайдан жүрсің? Жалғастың соңынан келдім. Оның жалғыз кіргенін көріп, күмәндандым. Биғайша бірден жылап жіберді. Болды, жасыра алмаймын, бәрін айтамын. Жалғас оған бұрылды. Нені айтасыз? Биғайша алақанымен бетін басып өксіп жіберді. Терезеге тас лақтырған адамды көрдім. Кімді? Тұрсынбектің туған ағасы, Серік. Үй іші үнсіз қалды. Жалғас көк дәптердегі жолдарды есіне түсірді. Серікбайдың баласы бір күні бұл жер бәрібір біздікі болады деп қорқытты. Демек, Серікбайдың баласы осы Серік болған. Тұрсынбек қабырғаға сүйеніп ауыр күрсінді. Иә, Серік менің ағам. Сонда сіз бәрін біліп жүрдіңіз бе? Деді Жалғас ашуланып. Алғашында ештеңе білмедім, бірақ жалған құжатты көргенде күмәндандым. Неге полицияға бірден айтпадыңыз? Өз ағамды қорғағым келді. Сабыр қабағын тиді. Бір адамды қорғап, жазықсыз әжені құрбан етпеп болдым ба? Тұрсынбек төмен қарады. Мен оны мұндайға барады деп ойламадым. Кек құжат жасап, жерді арзанға алмақ болды деп ойладым. Ал Әминаны қорқытқанын бүгін ғана білдім. Биғайша жылауын тоқтата алмай. Мен сол түне Әминаның үйінің жанынан Серіктің көлігін көрдім. Бірақ айтуға қорықтым. Тұрсынбек әкім ғой, маған ешкім сенбейді деп ойладым. Жалғас ашы жымиып. Ал ауылға өсек таратуға қорықпадыңыз? Бұл сөз Биғайшаға ауыр тиді. Дұрыс айтасың балам. Мен өмір бойы жұртым сөзін тастым. Бірақ керек кезде шындықты айта алмадым. Кінәлімін. Көп ұзамай аулаға полиция көлігі келді. Кереу кезінде бәрі анықталды. Серік ауылдың шетінен жаңа жол өтетін білген. Әминаның үлкен жер телімінің бағасы бірнеше есе өсетінін алдын ала естіген. Сол үшін қарияның жеке мәліметтерін пайдаланып, жалған келісім жасаған. Сабырдың да аты құжатқа әдейі енгізілген. Өйткені ауыл адамдары Сабырға сенетін. Егер біреу күмәнданса, имамның өзі куә болған деп сендіру оңай еді. Тұрсынбек ағасының әрекетін кеш түсінген, бірақ отбасының абыройын ойлап, шындықты бірден айтпаған. Ал Серік Әминаның үйінде ескі құжаттар мен көк дәптер барын білген соң, қарияны қорқытып, үйден кетіруге тырысқан. Сол түні полиция Серікті аудан орталығынан ұстады. Оның көлігінен жалған мөрлер, құжаттардың көшірмелері және Әминаның терезесіне оралған қағазға ұқсас парақтар табылды. Әминаның үйіне қойылған жалған кепілдің күші жойылды. Үйде, жерде қарияның өз атында қалды. Әмина ауруханадан бір аптадан кейін шықты. Ауылға келгенде үйінің алдына көп адам жиналып тұр екен. Бірі бауырсақ, бірі сүт, бірі жеміс әкелген. Ал балалар қолдарына дала гүлдерін ұстап алыпты. Әмина көліктен түскенде Ботакөздің қызы жүгіріп келіп, оны құшақтап алды. Әже, сізді қатты сағындым. Кішкентай ұлы да аяғына жармасып. Енді бізден кетпейсіз бе? Әминаның көзінен жас шығып кетті. Ешқайда кетпеймін, айналайындарым. Ботакөз әжені құшақтап. Үйіңіз дайын, терезені ауыстырдық, балалар бөлменізге сурет салып қойды. Әмина таңырқап. Қандай бөлме? Жалғас күлімсіреді. Біз сіздің үйіңізге көшіп келдік. Әмина селк ете қалды. Мен сендерді шақырған жоқпын ғой. Біз сізден рұқсат сұрауға келдік, деді Ботакөз. Сізге қараймыз, үйге көмектесеміз, жалғыз қалдырмаймыз. Бірақ сендердің өз өмірлерің бар. Жалғас оның алдына келіп. Біздің өмірімізді сіз сақтап қалдыңыз. Біз үйсіз қалғалы тұрғанда алтындарыңызды саттыңыз. Балаларымыз ашыққанда азыра келдіңіз. Мен үмітімді үзгенде сіз бізге анадай болдыңыз. Әмина әже үнсіз тұрды. Жалғас сөзін жалғастырды. Сіз бізге бөтен емессіз. Қаласаңыз, осы күннен бастап сіз біздің анамыз боласыз. Ботакөздің көзіне жест толды. Мен сізді апа емес, ана деп атағым келеді. Әмина ернін дірілдеді. Менің жалғыз ұлым бар еді. Оның даусы әлі құлағымда. Оны жоғалтқанда ана деген атымда бірге кеткендей болған. Ботакөз оның қолын қысты. Ана деген ат жоғалмайды. Себебі мейірмен бор әйелдің жүрегінде әрқашан балаға орын болады. Әмина сол сәтте өзін ұстай алмады. Ботакөзді құшақтап егілді. Қызым, бұл бір ауыз сөзді Ботакөз өмір бойы күткендей еді.
Ол да әжені қатты құшақтады. Анашым. Жалғас жаңа жұмысына тұрақты кірісті. Ол таң атпай жол құрылысына кетіп, кешке шаршап келсе де үйіне күрімдеп кіретін болды. Алғашқы айлығын алған күні ол Әминаға ақ конверт әкелді. Мынаны алыңыз. Бұл не? Алтындарыңыздың алғашқы ақшасы. Әмина конвертті алмады. Маған ақшаң керек емес, бірақ мен қарызмын. Қарызымды маған емес, балаңа қайтар. Қалай? Оқыт, жетілдір, жақсы адам қыл. Ешқашан анасы мен әкесін жалғыз қалдырмайтын адам етіп өсір. Жалғас басын иді. Уәде беремін. Ендеше қарызыңды қайтардың. Клара Әминаның денсаулығын жиі тексеріп тұрды. Сабыр әр жұма сайын үйге кіріп амандығын сұрайтын. Ал Биғайша бұрынғыдай есік терезеден сығалап өсек тасуды қойды. Бір күні ол Әминаның үйіне қолына бір табақ бауырсақ ұстап келді. Кешір мен Әмина. Әмина оған ұзақ қарады. Не үшін? Қиналғанда көмектесудің орнына сөзімді тасып жүрдім. Сенің жақсылығыңды да түсінбедім. Түсінгеніңнің өзі жақсы. Сен мені кешірдің бе? Әмина күлімсіреді. Кешірмесем, мына бауырсағыңды кім жейді? Екеуі күліп жіберді. Сол күннен кейін Биғайша да өзгере бастады. Ауылдағы жалғыз қарттардың үйіне барып, суын тасып, нанын әкелетін болды. Адам кейде ұзақ ақыл айтқаннан емес, біреудің үнсіз жасаған жақсылығын көргенде өзгереді. Тұрсынбек әкім қызметінен өз еркімен кетті. Ағазасының қылмысын жасырмақ болғаны үшін ауылдың алдында кешірім сұрады. Мен туыстықты әділеттен жоғары қойдым. Бұл менің үлкен қателігім, деді ол жұрт алдында. Әмина оны жазғырмады. Қателеспейтін адам болмайды, бірақ қатесін мойындап, түзелген адамға жол жабылмауы керек. Тұрсынбек кейін ауыл мектебіне шаруашылық меңгерушісі болып орналасты. Ол Әминаның үйінің қоршауын жаңартып, қақпасын жөндеп берді. Мұны әкім болып емес, ауылдың бір баласы ретінде жасап жүрмін, деді ол. Арада бір жыл өтті. Әминаның бұрын жымжыр тұратын үйі енді балалардың күлкісіне толды. Аулада әткеншек пайда болды. Бақшада ботакөз көкөніс өсірді. Жалғас ескі сарайды жөндеп, мал көбейтті. Ал Әмина кешке балаларды екі жағына отырғызып алып, ертек айтатын. Бір күні кішкентай қыз: «Әже, сіз жалғыз тұрғанда қорықтыңыз ба?» деп сұрады. Әмина ойланып қалды. «Кейде қорықтым». «Неден?» «Ешкімге керек болмай қаламын ба деп қорықтым». Қыз әжені құшақтай алды. «Сіз бізге керексіз». Кішкентай ұл да қосыла кетті. «Өте қатты керексіз». Әмина екеуін бауырына басты. Ол осы сәтте алтын білезіктерінен айырылғанына емес, оларды ертерек бермегеніне ғана өкінгендей болды. Себебі сол алтындардың орнына ол ақшамен өлшенбейтін байлық тапқан еді. Ол отбасының жылуы болатын. Бір күні Әминаның үйіне қаладан хат келді. Конверт сыртында бейтаныс мекенжай жазылған. Әмина хатты ашқанда қолы дірілдеп кетті. «Әже, мен сіздің немереңізбін. Анам өмірден өтер алдында сіз туралы айтты. Біз көп жыл сізбен байланыс алмадық, бірақ мен сізді іздеп таптым. Келесі аптада балаларыма өз әжесін көрсету үшін барамын». Әмина хатты қайта-қайта оқыды. Сосын үнсіз жылап жіберді. Ботакөз жанына келіп: «Не болды, анашым?» Әмина хатты оған ұсынды. «Немерем табылды». Ботакөз қуанып, оны құшақтады. «Көрдіңіз бе, жасаған жақсылығыңыз өзіңізге қайтып жатыр». Әмина басын шайқады. «Мен жақсылықты қайтсын деп жасаған жоқпын». Сабыр сол кезде үйге кіріп келе жатып, бұл сөзді естіп қалды. Шынайы жақсылықтың қасиеті де сонда, Әмина апа. Адам оны қайтсын деп жасамайды, бірақ Алла оны жоғалтпайды. Келесі аптада Әминаның ауласына үлкен көлік келіп тоқтады. Көліктен 40 жас шамасындағы ер адам, әйелі және 3 баласы түсті. Ер адамның көзі Әминаның марқұм ұлына қатты ұқсайтын. Ол әжеге жақындап келіп, тізерлеп отырды. «Әже, мені кешіріңіз». Әмина оның жүзін қос алақанымен ұстап, үнсіз қарады. Сосын маңдайынан иіскеді. «Айналайын, сенің кінәң жоқ, бастысы келдің». Немересі оны құшақтап еңіреп жіберді. Әминаның ауласы тағы да бала күлкісіне толды. Бір жағында туған немерелері, екінші жағында жүрегімен таңдаған балалары тұрды. Сол сәтте Әмина аспанға қарап марқұм жарына сыбырлағандай болды. «Көрдің бе, Жалмырза, мен енді жалғыз емеспін». Әмина әже қарапайым ғана адам еді. Оның байлығы да, атағы да болған жоқ. Бірақ қиындыққа тап болған бір отбасына қолындағы соңғысын берді. Сол мейірімі бір шаңырақты бұзылудан сақтады. Бір әкені үмітсіздіктен алып шықты. Бір ананы жалғыздықтың ауыр жүгінен құтқарды. 2 баланың жүрегіне сенім ұялатты. Тіпті өсекке үйір Биғайшаны
қателік жасаған Тұрсынбекті де өзгертті. Ал ең соңында сол мейірім Әминаның өзіне отбасы болып қайтып келді. Өйткені адамның вағанан ем үлкен мұра дүние емес. Үй де, алтын да, ақша да бір күні жоғалады. Ал біреудің өмірін сақтап қалған жақсылық ешқашан жоғалмайды. Ол жүректен жүрекке өтіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Жалғыз әженің мейірімі бір отбасын аман алыпқа.